Қайырлы күн қыздар. Сіздерде тағы да бір көп қойылатын сұрақтардың бірі кесір тілігіне қалай дайындаламын. Міне сізде бір 33-34 апта болды жоспарланған түрде кесір тілігіне дайындалып жатуыңыз мүмкін. Міне осындай жоспарланған кесір тілігіне қалай дайындалу керек. Жалпы егер де сізге кесір тілігі деп берілді ме, мейлі демесе де сіз 3-ші триместрден бастап, сіз 30 аптадан бастап, хотя бы 30 аптадан бастап сіз өзіңіздің жеп жүрген тағамдарыңызға көңіл бөлуіңіз керек, салмағыңызға көңіл бөлуіңіз керек. Өйткені артық салмақ болған сайын іштей баладағы жаңағы кислородный голодание дейміз, оттегімен қамтамасыз етілуі нашарлауы мүмкін. Неге? Сіз толған сайын ол жердегі қан тамырларының қызметі нашарлап, керекті қоректің жетуі қиындауы мүмкін. Соның нәтижесінде бала қиналуы мүмкін. Сол себепті бірінші сіздің жасау керек дүниеңіз мучной дейміз, наннан жасалған, ұннан жасалған тағамдарды азайтуыңыз керек. Жылы суды көбірек пайдалануыңыз керек. 6-ға дейін жылы суды көбірек пайдалануыңыз керек. Тұзды мүлдем шектеуіңіз керек. Өйткені ол ісінуге алып келуі мүмкін, ары қарай қан қысымы жоғарылауға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар өзіңізде варикоз болатын болса, көк тамырлардың кеңеюі болатын болса, міндетті түрде сосудистый хирург дейміз, осы көк тамырларды, қан тамырларды тексеретін дәрігерге немесе хирургқа тексеріліп қойғандарыңыз жөн. Өйткені кесір тілігін жасап жатқан кезде де, өзіңізден туып босанып жататын кезде де түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар қыздар, именно сізге белгіленген мекеме бойынша, мысалы роддомды белгіледе, сол роддомға барып, танысып, ішінің жаңағыдай қалай екен, персоналдар қалай екен деп міндетті түрде бір сол жерден тексеруден бір өтіп қойыңыздар. Өзіңіз барып, мен осы жерге босанатын едім, бір сіздердің дәрігерлердің тексерілуге бола ма деген сияқты бір барып көрінгендеріңіз дұрыс. Сонымен қатар именно осы кесір тілігін жасайтын кезде сізден сұрауы мүмкін дәрігерлер, анестезиолог, сол кесір тілігін жасайтын дәрігер келіп сұрауы мүмкін. Осы кесір тілігін жасағаннан кейін сізге жаңағыдай трубаларды байлату деген сияқты соларды жасай беруге бола ма деген сияқты сондай сұрақтар қою мүмкін. Міндетті түрде сізге қай дәрігер жасайды, сонымен баяндатып, түсініп, қалай кесір тілігі жасалады, одан кейін қандай асқынулар болуы мүмкін, қандай күтім керек деген сияқты бір сондай неден консультациядан өтіп қою керек. Сол себепті сонымен қатар айтатын қыздар, егер сізге кесір тілігі деп тағайындап, бірақ сіз одан бас тартуыңызға болмайды. Өйткені сіз өзіңіздің де және балаңыздың да басын қауіп-қатерге тігуіңіз мүмкін. Дендеріңіз сау болсын. Маған міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Сонымен қатар менің әлеуметтік желілеріме міндетті түрде жазылып, менің беріп жатқан ақпараттарымды қабыл алыңыздар, өздеріңізге өздеріңіз тыңдап шығыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен күллі сәттілік.